Балалар бүгінгі тақырып туралы әлде де ойланамыз, иә? Болашақта кім болғымыз керек, қандай мамандық иесі боламыз? Дұрыс айтасыз апай, қазірден бастап ойлану өзіміздің болашаққа пайдалы. Иә, қазірден бастап шешім қабылдамасақ, кейін кеш болып кетуі де мүмкін. Айтпақшы, осы сендер қандай мамандық таңдайын деп жатырсыңдар? Мен мысалға адвокат болам. Сен ше, Аделя? Мен стоматолог болғым келеді. Ал Нұрсөзім, сен қандай мамандық таңдағалы жатырсың? Білмедім, мен әлі шешкен жоқпын. Сен ше, Жан, неге үндемей отырсың? Менің ойымда бір жоба бар, соны іске асырғым келеді. Жан, жобаң қалай болып жатыр, не жаңалық? Әзірге өзгеріссіз, өзің қарап бере аласың ба? Жобаң жаман емес. Сәлеметсіз бе, кешіріңіз. Мына біздің жобамыз қарап бере аласыз ба? Жобамыздың тақырыбы су тапшылығының алдын алу. Өтініш, бізге жақсы инвестор тауып беріңізші. Су? Маған осы кезге дейін су мәселесі бойынша біраз жобалар келді. Бірақ кешіріңіз, мен бұл жобаны қабылдай алмаймын. This project is very creative. It's have a future. I really like it. So, are you taking this project? Yes, I take. Thank you. Thank you very much. Жан, жобамызды сәтті аяқтадық, талай білім алдық, біраз жетістіктерге жеттік. Енді өзің біліп отырған шығарсың, шетелде біраз жүрдік. Мүмкін ауылға қайтармыз. Иә, айтып отқаның дұрыс. Бірақ қарашы, біз елде қандай едік, ал мына жақта қандаймыз? Жарайды, өзің білесің. Бірақ осы алған білімімізді, жинақтаған тәжірибемізді өз елімізде қолданғанымыз жөн. Нұрсөзім, сіздің арқаңызда шалға жатқан ауылдардағы су тапшылық мәселесін шештік. Сізге де рахмет, жобамды қайта қарап қолдағаныңызға. Сіздің арқаңызда жобамның іске асып, өз еліме пайдасы тигеніне қуаныштымын. Рахмет.